Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз тропикалық торт манго маракуйя әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен 6 жұмыртқаға шым-шым тұз қосып, әппақ көбік болғанша миксерлейміз. Кейін жұмыртқалы массамызға қантты аз-аздан қосып, массамыз 5-6 есе ұлғайғанша араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, видеода көрсетілгендей етіп жұмыртқалы массамызға қосамыз. Ұнды аз-аздан қосқан жөн. Осы жерде массамызды үстінен астына қарай лопаткамен араластыру керек. Енді алдын ала дайындалған формамызға қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 160 градуста 30-35 минут пісіреміз. Дайын болған бисквитті әбден суытып, кальциядан ажыратамыз. Кейін пищевая пленкамен орап, холодильникке кемінде 8 сағатқа жібереміз. Келесі кезекте начинкасын әзірлейміз. Ол үшін манганы қабыршағынан тазартамыз. Кейін оны ұсақтап, видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Енді маракуйяны екіге бөліп, ортасындағы қоймалжың массасын аламыз. Оларды табаға салып, үстіне кукурузный крахмал мен қант ұнтағын салып, орташа отта қайнатамыз. Қайнатылған дайын начинканы блендердің көмегімен еземіз. Езілген начинканы холодильникке 1,5 сағатқа жібереміз. 8 сағат өткен соң бисквитімізді холодильниктен алып, оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Келесі кезекте торттың пропиткасын әзірлейміз. Ол үшін сүтке сливкиді қосып, үстіне сгущенканы салып, жақсылап араластырамыз. Пропиткасын әзірлеген соң кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін маскарпонеге творожный сыр қосып және сахарный пудра салып, бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Енді үстіне салқындатылған сливки құйып, қою крем болғанша араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Енді оны кондитерлік қалташаға салып, тортты жинауға дайындаламыз. Алдымен бисквитке пропитка жағып шығамыз. Тортты әрине кальцияда жинаған абзал. Кейін үстіне қалыңдап крем жағамыз. Бетін тегістейміз. Келесі кезекте манго маракуйя пюресін жағамыз. Тағы да тегістеп, үстіне крем жағамыз. Осы ретпен 3 рет қайталаймыз.
Жиналған тортты түңгілікке тоңазғышқа жібереміз. Уақыт өткен соң торттың сыртын қаптайтын крем әзірлейміз. Ол үшін творожный сырге бөлме температурасындағы сары май мен сахарный пудра қосып, қалауыңыздағы красительді құйып, бір келкі қою крем болғанша араластырамыз. Уақыт өткен соң тортты холодильниктен шығарып, сыртындағы пленкасын аламыз. Торттың жан-жағын тегістеп, арнайы дайындалған кремді жағамыз. Тортымыз тегіс болу үшін бізге шпательдің көмегі қажет. Тортты әсемдеу өздеріңіздің қалауларыңызша. Мен ақ шоколадпен және миндальный слайсының көмегімен тортты әсемдедім. Осымен біздің тропикалық тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Себебі сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Келесі кездескенше.